Сен жақсы көресің ба? Қалай болады? You love. Жоқ, сен жақсы көресің. She love. Сен жақсы көресің. Сен. Аха. You love. You love, окей? Мен жақсы көремін, қалай болады? I love. I love. Мен жақсы көріп жүрмін, иә? Так, енді сен жақсы көресің. You love. Аха, біз жақсы көреміз. We love. We love. А олар? They. They love, окей? They love. А ол жақсы көреді? She love. Қыз бала, иә? А ұл бала болса? He. He love. She love. Дұрыс па? Аха. Дұрыс қой, иә? Дұрыс емес пе әлде? Love, міне жаздық. Иә? Бұл жерде бір-ақ қана қателік бар. Бір-ақ қана қателік, ол мына жерде loves. Окей? Мына жерде, мысалға, бұл, мына present simple деп айтатын болсақ, мына уақытты. Present simple. Окей? Present simple'дың қарапайым ерекшелігі, иә? Қазақ тілімен салыстырған кезде. Мен істеп жатырмын емес. Мен істеймін емес, мен жақсы көремін емес. Мен жақсы көріп жүрмін. Күнделікті қайталанатын әрекет. Окей? Мен жақсы көріп жүрмін. Present simple дәл осылай. Жақсы көріп жүрмін. Сен құтырып жүрсің. Сен қаңғып жүрсің. Мысалға, ол бірінші рет қаңғып жатыр ма ол бала? Иә? Күнде қаңғып жүр. Дұрыс па? Сен что-то қыздарға көп қарап жүрсің дейді. Дұрыс па? Ол бірінші рет қарап жатыр ма қыздарға? Сен қыздарға көп қарап жүрсің дегенді. Бірінші рет емес. Бірінші рет емес, иә? Яғни көп қайталанып келе жатқан іс-әрекет. Окей? Сондықтан бұл жерде мысалы мен жақсы көріп жүрмін. I love. Сен жақсы көріп жүрсің. You love. Біз жақсы көріп жүрміз. Қалай? We love. Олар жақсы көріп жүр. They love. They love. Ол жақсы көріп жүр. She loves. She loves. She loves. Loves, окей? Ол жақсы көріп жүр. Ұл бала. He loves. He loves. Бұл жақсы көріп жүр. He loves. Eat. Eat. Не ол? Жансыз заттар. Жансыз заттар қалай болады? Оған? Eat. Eat. Жоқ, eats емес. Eat. Eat loves. Окей? Loves. Түсінікті ғой, иә? Бұл жер түсінікті. Дұрыс па? Так, енді өткен шақта сөйлемді қалай құраймыз? Немесе мен жақсы көрдім деген қалай болады? Жақсы көрдім. Иә, жақсы көрдім. I love it. Молодец, красавчик. I love it. I love it. Сен жақсы көрдің. We love it. Сен жақсы көрдің. You love it. You love it. Біз жақсы көрдік. We love it. We love it. Олар жақсы көрді. They love it. Ол жақсы көрді. She love it. She love it. Тоже ма? She loved. She love it. Very nice. Аха. Ол жақсы көрді, ол бала. He love it. He loved. Бұл жақсы көрді. It love it. Жақсы? Мысалы, мына жердегі I, you, we, they жазбаймын, иә? Жақсы, түсінікті болады деп ойлаймын көрермендерге де. Так, былай кете қояйық. И барлығында бірдей. Loved. Жай ғана не өзгерді? Соңына ed қосылды. Бұл өткен шақтағы да? Өткен шақ. Окей? I loved. Енді болашақта мен жақсы көретін боламын. No? Past simple. Past simple. Бұл қарапайым өткен шақ деп айтады. Жалпы өткен шақ. Просто істедім. Окей? Болды, өтті, кетті, жақсы көрдім, кете береді. Жақсы? Енді болашақта мен жақсы көретін боламын. Немесе мен жақсы көремін. Қалай болады? I will love. Very nice. Future simple. Не қосылады екен? Will. Will. Жай ғана will қосылады. Қайда қосылады? Қай жерге қосылады мынаны? Алдына ғой? Ненің алдына? Love. Loved. Love'тың алдына. Love'тың алдына қосылады, иә? Love'тың алдына қосылады. Сонда қалай болады? I will love. I will love. Сен жақсы көресің. You will love. You will love. Біз жақсы көреміз. We will love. Аха. Олар жақсы көреді. They will love. Аха. Ол жақсы көреді. She will love. She will Loves. loves бола ма? Love it. Loved бола ма? Болашақ па? Иә, ештеңе өзгермейді. Окей? Бәрінде бірдей форма. Loves деген, S деген тек осы шақта қолданылады. Осы шақта ғана қосылады. Love боламыз. Love болады бәрінде. Окей? She will love. Аха, she will love. Бұл жақсы көреді. I will. Love. It will. It will love. Окей? Мына жақта Will да. жай ғана
will қосылады екен. Will love. Болды. Міне, осы шақ, я? Өткен шақ, осы шақ, болашақ. Түсінікті ғой, да? Түсінікті ғой. Енді, бұл жерде біз жаңа неше минут болды? 5 минут, та 5 минут уақытымыз бар екен, нормально. Қарайыңыздар, енді біз жалпы кез келген тілде сөйлемнің ішінде сұраулы сөйлемді құрау өте қиын. Жақсы? Сұраулы сөйлем бұл жалпы өте ең күрделі сөйлем кез келген тілде. Қытай тілі, ағылшын тілі, өзбек тілі, басқа тіл бола берсін, сұраулы сөйлем өте қиын болып келеді. Окей? Сондықтан да қазір біз мына жерде болымды сөйлемді құрадық. Мынау болымды сөйлем. Окей? Мына жерде біз қазір сұраулы сөйлемді құраймыз. Сұраулы сөйлемде, мысалға, мына жерде сен жақсы көріп жүрсің ба деген, мен жақсы көріп жүрмін ба, қалай болады? Сен жақсы көріп жүрсің ба деген. Мен жақсы көріп жүрмін ба? Алдына не қойылады? Алдына? Do ма? Do, very nice. Іс-әрекет болған жерде do қойылады. Окей? Барлық кезде. Do I love? Сен жақсы көріп жүрсің ба? Қалай болады? Сен жақсы көріп. Do you love? Do you love? Аха. Біз жақсы көріп жүрміз ба? We love. Do we love? Олар жақсы көріп жүр ма? They. Do they love? Get it? Yes. Жай ғана алдына не қойдық? Do. Біз қазақ тілінде соңына ма, ме, ба, бе деп қоятын болсақ, ағылшын тілінде алдына жай ғана do дегенді қояды екенбіз. Окей? Ал енді мына жерде дәл осы жерде кішкентай қиыншылық бар. Жақсы? Loves деп мына жерде аяқтадық қой s-пен. Дұрыс қой, а? He, she loves деп. Енді he, she eat дәл солай өзінің орнында қалады. Ал алдына не шығады? What? Жоқ. Жоқ. Аха, does. Окей? Does. Does деген осы жерде шығады. Жалпы do, does бұл міне мен іс-әрекет жасап жатырмын, бұл do, does қолданылады. Ал мен жай ғана тұрдым, я, жай ғана тұрдым, бұл жерде do, does қолданылмайды. Мысалы, мен студентпін, мен президентпін, мен Ерсұлтанмын деген кезде басқа am, is, are, ол to be етістігі. Жақсы? Оны тағы да қазір оны бөлік түсіндіреміз. Жақсы ма? Қазір, қараңыздар. Енді does, he, she, eat, love. Я? Түсінікті ғой бұл жер. Loves бола ма, әлде love бола ма? Love болады. Love бола ма? Неге? Сұраулы не шығар? Сұраулы ғой дұрыс. Не үшін бұл жерде love, s түсіп қалды? Does деп тұр. Вот, мына жерде s қосылып кетті. Окей? S мына жаққа does-дың ішіне қосылып кетті. Окей. Енді мына жақта қалай істейміз? Мына жерде жалпы бәрінің формасы бірдей. Мына жаққа қандай сөз қоямыз? Алдына? Тағда? Жоқ, тағда айтып көр. Бар, сен білесің. Мектепте по-любому естідің ол сөзді. Өткен шаққа ма? Өткен шаққа. Бәрінде бірдей, я? Мысалға, loved деп артына идейді қостық қой. Мына жақта did. Did, I, you, we, they. Кете береді. Окей? Так, мынау. Өткен шаққа did. Я, мына жақта loved бола ма, love бола ма? Love болады. Loved, love болады. Окей? Неге? Себебі мынаның өзі өткен шақты білдіретін көмекші етістік. Жақсы? Did I love? Do you love? Does he love? Does she love? Енді, мына жақта қалай құра аламыз? Өткен шақ па? What? Болашақ. Болашақ. What керек емес. Жалпы біз сұралы сөздерді айтып жатқан жоқпыз. Аха. Will do. Will Do. Бола ма? do деген ол осы шақтікі. Қалай болады мына жерде? Will be. Will I, you, we, they love. Просто will ма? Міне мынаны алып, ана жаққа сыра қоямыз болды. Түсінікті ғой да? Болашақ. Болашақ. Болашақта. Future simple. Яғни қараңыз. Бұл жерде тек қана қиындық мына жерде, одан мына жерде. Идея қосылады, а мына жақта өте оңай. Future simple'да. Түсінікті ғой да? Енді болымсыз сөйлем қалай құраймыз? Болымсыз деген ол
мысалға, мен жақсы көрмеймін, немесе мен жақсы көріп жүрген жоқпын деген сияқты сөздерді қалай құраймыз? Мынау болымды, мынау болымсыз. Аха. Жақсы көріп жүрген жоқпын. Мына жерде. Сұрақ белгісі ма или қалай? Жоқ, болымсыз. Мен жақсы көріп жүрген жоқпын. Аха. Болмай ма? Didn't. Қайсында didn't болады? Біріншісінде шығар? Біріншісінде didn't бола ма? Екі наларда да болмай ма? Анау doesn't. Қайсысы? Вот, мына жаққа қараймыз, иә? А, Мына жаққа не екен? Мынау не екен? I, I, you, we, theyге не деп айтамыз? didn't па? Қалай? Didn't емес. Does, do, Don't. don't. I don't know. I don't laugh деген білесің ғой, иә? I don't laugh болады екен. Окей? Түсінікті ғой да? Ал енді мына жерде қалай болады? He, she, it. Doesn't. Doesn't. Very nice. Система түсінікті ма? Түсінікті. Doesn't. Doesn't laugh. Get it? Түсінікті ғой. Мына жақта қалай болады? Didn't. Қалай? Толық сөйлемді. Мен жақсы көрмедім. I didn't laugh. I Didn't. laugh. Окей? I didn't laugh. Didn't laugh. Did not немесе. Didn't деген did not'тың қысқарған түрі ғой. Окей? А мына жақ қалай болады? Аха. I will. Аха, молодец. I will. Не болады? Don't. Болма. Don't. Жоқ. I will not Not. Very nice. I will not love. laugh. Окей? Ой. I will not laugh. Болды? Болашақта, осы шақта, өткен шақта сөйлем құрау міне. Окей? Дәл осылай. Сіз де қиналып жүрсеңіз, негізінен грамматикасын оңай жолмен түсіндіруге болады ағылшын тілінің. Ол қиын жолмен түсіндіреді себеп неден? Себебі біз мектептерде, басқа орталықтарда түсіндірген кезде қалай түсіндіреміз? Басқа орталықтарда енді әркімде әртүрлі, бірақ көп орталықтарды мен өзім оқығаннан мен білем қалай оқытқандарын. Сондықтан мына жерде мәселем не деді? Мына present simple'ды бірінші өтеді. Яғни осы шақты бірінші өтеді. Бір басқа заттарды өтеді да одан кейін барып өткен шақты өтеді. Өткен шақты өтіп болғаннан кейін барып, ана present осы шақты сен ұмытып қаласың же, өткен шақты өтіп жатқан кезде. Өткен шақты сен ұмытып қалғаннан кейін барып, болашақты өтеді да. Негізі үшеуі бірдей жүру керек та. Үш шақты үйреткен кезде бізде бір жаман мектептерде, орталықтарда осы үшеуін бірге оқытпайды да. Сол үшін де адамдар, балалар, оқушылар жалпы ағылшын тілінде сөйлегісі келетіндер қиналатын содан. Окей? Жалпы осылай қысқа нұсқа сабағымыз осы. Сондықтан да мына жерге laugh'тың орнына like қойсаңыз болады. Мысалға, мен қазір сұрақтар қояйын, неше минут болды? 13 болып кетті ма? Болды онда, аяқтайық, 13 минут өте көп. Сондықтан да жалпы мына жерге лайк қойсаңыз болады, ран, жүгіру, кез келген етістікті қойып, өзіңіз сөйлеміңізді құрай берсеңіз болады. Кішігірім сұрақ болсын, немесе кішігірім жақсы 15 минутта бола берсін. Мысалға, маған ұнайды деген қалай болады? Мен ұнатамын. Мен ұнатып жүрмін, иә. I love. Ұнату. Ұнату деген. Не басасың сен Инстаграмда? Like. Вот. I like. I like. Түсінікті? I like. Енді мынандай сұрақ қойшы. Ол, мысалға, ер бала, ол ұнатады ма деп. Ұнатып жүр ма деп. Will you. Жоқ, ол ұнатады ма еді, ол болашақ. Ал бұлақ, осы шақта. Ұнатып жүр ма? Ұнатып жүр ма? Do you like? Сен ұнатасың ба емес? Ол ұнатады ма? Doesn't. Ұнатып жүр ма? Doesn't she love? Loves па? Қалай? Дұрыс емес. Doesn't she love? Doesn't деген мына жақта. Ой, does. Does she like? Қыздар туралы айта береді екенсің. Ұл бала, ұл бала. Does he like? Does he like?
Окей? Yes. Түсіндің ғой, а? Ол ұнатып жүрма деген сөз. Енді жүгіру қалай болады? Run. Run ба? Run, very nice. Мысалға, мен жүгіремін деп айтшы. Ертең деген сөз қоссаң да болады, қоспасаң да болады. Мен жүгіремін. I run. I will run. I will run. Get it? Yes. Түсіндің ғой, а? Мысалға, сенен келіп сұрайды. Сен кеше аштың ба деп. Есікті аштың ба? Мысалы, әртүрлі. Қалай болады? Ашу? Жоқ, ашу қалай? Open. Мысалы, сен аштың ба деп сұрайды. Сен мен ашпадым деп айтасың. Қалай болады? Мен ашпадым. Өткен шақта ол уже. Иә. Қалай болады? I didn't open. I didn't open. Дәл осылай, достар, оп-оңай осы грамматиканы түсініп алуға болады. Дәл міне, бірінші сабақтан, мысалы, Салман бұл жалпы ағылшын тілін былай-былай білгенімен көп нәрсені білмейді, оның ішінде осы грамматиканы. Дұрыс қой, Салман? Иә. И дәл осылай оңай жолмен үйренсеңіздер болады. Сондықтан да баршаларыңызға сәттілік және де барлығын оңайлату жолымен жүріңіздер, қиындату емес. Толығырақ тағы да сабақтарды алу үшін біздің менеджерге төмендегі сілтеме арқылы хабарлассаңыздар болады. Рахмет.